Сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сізге витаминді өте пайдалы имбир сусынын қалай дайындау керектігін көрсетемін. Ол үшін бізге лимон, лайм, имбир және мед керек болады. Осы заттармен сусын жасаймыз. Имбирдің қабығын қасықпен ашимыз. Имбирдің витамині қабығына жақын жерде орналасқандықтан қасықпен ашитын боламыз, және ашып болғаннан кейін біз оны ұсақтап тураймыз. Енді имбирді графинге саламыз. Салып болғаннан кейін біз лимонды да турай береміз. Лимонды дөңгелек етіп тураймыз және жұқа етіп. Қаласаңыз лимонды сығып, согын құйсаңыз болады. Имбир, лайм, лимон, бал қосылған мұндай сусын өте хош иісті және сонымен қатар иммунитетке пайдалы. Келесі кезек лаймды. Лаймды да дөңгелек етіп, жұқа етіп кесіп саламыз. Қаласаңыз оның да согын шығарып құйсаңыз болады. Бұл имбир қосылған сусын артық салмақтан арылуға да жақсы. Мінекей достар, барлығын салдым. Енді үстіне медті салып, үстіне су құйып, жақсылап араластырамыз. Мед менде сұйық түрі. Дәмі ащы болмайды, қорықпаңыздар, себебі оның құрамында мед бар. Су құйып, жақсылап араластырып, 30 минуттан кейін ішуге болады. Бұл сусынды қайнатып, ішіне шай қосып, имбирлі шай қылып ішсеңіз де болады. Егер сіз иммунитетті нығайтуды шешсеңіз, онда сізге осы сусын көмектеседі. Бұл сусын денсаулыққа арналған нағыз витаминдер қоймасы. Достар, сіздер де имбирлі сусынды жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Мариям. Келесі кездескенше сау болыңыздар.